FIDE Women's Grand Prix. Бибісара Саубаева, Анна Музычук. Кеттік. D4, ATF6, C4, E6, ATF3, D5, The Queen's Gambit, немесе Вәзір Гамбиті. AC3, C5 бұл енді атақты Зигберт Тарраш варианты. Немесе мынаны бір кішкене шамалы көтерейік. Queen's Gambit Declined Dutch Peruvian Gambit дейді. Немесе Dutch деген бұл, ұмытпасам, Голландия болу керек. Peruvian Gambit. Енді Gambit деген сөзді сіздер білесіздер, аяқтан шалу дегенді білдіреді. Бірақ менің түсінігім бойынша бұл әрине Зигберт Тарраштың жақсартылған варианты. CD, Вәзір D4, ED. Енді мынау оқшауланған сарбаз, бірақ заманауи шахмат болғаннан кейін аса көңіл аудармайды. Кезінде мысалы енді қатық қалған дүние болатын, оқшауланған сарбаз осал дегенді. Дәл қазір ол парадигмадан бас тартты. Піл G5, енді бұл байлау әдісі. Піл E7, E3, әрине тоқтату керек. Мына сарбазды болашақта қимылдауына мүмкіндік бермеу керек. Рокировка піл E2, AC6, Вәзір D3. Әрине, мына сарбаздың қимыл қозғалысына мүмкіндік бермеу керек. Пілдің F5-ке келуіне де мүмкіндік бермеу керек. H6, піл H4, Вәзір B6, бірден мына жерге шабуыл жасайды. Және рокировка. Тура D8, тағды Тарраш ережесі ауыр фигураларын артынан орналастырған дұрыс. Тура D1 және Вәзір B2 қомағайлар қатарына кіреді. Бұның ең басты мақсаты әрине мына сарбаз жеу, егерде болашақта мына сарбазды мына сарбазға айырбастау. Тура A, B1, былай, тура B3, Филидорды есімізге түсіреміз. Үшінші және алтыншы қатардың қаншалықты маңызды екен. Вәзір D6 және G-дік. Енді мынау ат туралы местерге үнемі айтам, бұл өрт сөндіргіш немесе қорғаушы ат деген. G-дік және піл E6. Бұның барлығы дайындық, бұған таңғалмаңыздар, неге ештеңеден қорықпай осылай варианттарды ойнап жатыр деген. Піл C4, G-дік және тура D8. Тура D8, E4, E7 және позицияны және жүрістерді 3 мәрте қайталады. Бүгін 20 тамызда бұларда демалыс, өткені 5 партия ойнады. Енді тағы да 4 партия ойнайды. Содан кейін осы кезеңнің жеңімпазы анықталады.